Баршаларыңызға ассаляму алейкум. Бүгін 6-шы сабақты өтеміз. Тақырыбы хазихи, яғни бұл. This is, ағылшынша айтқанда, this is, бірақ женский род. Түсінікті ғой, хаза деген мужской род, хазихи деген женский род. Енді женский родтың көп сөзімен танысамыз осы сабақта. Бисмиллах, бастайық. Хаза бну хамидин ва хазихи бинту ясир. Хаза мужской род, хазихи женский род. Хазабну, ибну деген бізде ұлы. Бұл Хамидтің ұлы және бұл Ясирдің қызы. Бинту деген қызы. Мысалы, Хадиша бинт Хуайлид дейді ғой, солай сияқты. Келесі, ибну Хамидин джалисун, уа бинту Ясирин уақифа. Ибну деген қызы, Хамидтің қызы джалисун, жаңа сөз, отыр, уа бинту Ясирин уақифа. Хамидтің ұлы отыр және Ясирдің қызы тұр. Standing деген ағылшынша айтқанда. Келесі, мән хазихи бұл кім? Хазихи ухтул мухандис. Бұл инженердің әпкесі. Ухту деген әпке, мухандис деген инженер. Сызып алып жазалыңыздар, Ахия айдан мухандис. Ол да инженер ма? Айдан деген also, ағылшынша айтқанда, также является инженером деп тұр. Ля, хия тобиба. Жоқ, ол дәрігер. Тобиба деген бізде тобиб дегеннің женский роды, доктор деген сөз. Келесі. Лиман хазихи сайяра. Кому принадлежит эта машина деп тұр. Яғни, бұл машина кімдікі деп тұр. Сайяра деген машина. Женский род. Лиман хазихи сайяра. Хазихи сайяратул мудир. Бұл мудир деген директор. Директордың машинасы деп тұр. Келесі, мә хазихи бұл не? Хазихи миква. Бұл үтік. Үтік деген арабшасы миква. Келесі, лиман хазихи. Хазихи ли халид. Лиман хазихи деген бұл кімдікі деп тұр. Ли деген сөз біреуге тиесілі затты сұраған кезде қойылады. Хазихи ли халид бұл халидкі, сондықтан ли халид біреуге тиесілі зат. Адарраджату анасин хазихи. Адарраджату деген бізде адарраджату деген велосипед. Анасин хазихи бұл анастың велосипед ме дейді. Ля, хазихи дарраджату аммар. Жоқ, бұл Омардың велосипеді. Хазихи жадида. Ол жап жаңа. It's a new. Жаңа деген сөз. Келесі. Адарраджату анасин қадима. Анастың велосипеді ескі. Жадида деген жаңа. Қадима деген ескі. Хазихи сағату алиин. Бұл Алидің сағаты. Хия джамилятун житта. Ол өте әдемі. Джамилятун деген бізде әдемі деген сөз. Житта деген өте деген сөз. Сағат деген сағат. Хазихи мил'ақатун ва хазихи қидыр. Бөлек-бөлек сызып жазалыңыздар. Мил'ақатун деген ложка. Қидыр деген кружка. Сонда хазихи мил'ақатун ва хазихи қидыр. Бұл ложка және де бұл кружка деп тұр. Әл мил'ақату фил қидыр. Ложка кружканың ішінде. The spoon in the bottle деген сияқты ғой. Келесі. Хазихи бақаратул фаллах. Бұл фермердің сиыры. Бақара деген бізде сиыр деген аудармасы. Міне. Хаза әнфун ва хаза фәм. Жаңа сөз. Әнфун және де фәм деген жаңа сөздер аудармасы. Бұл мұрын. Әнфун деген мұрын. Фәм деген ауыз. This is a nose and this is a mouth. Келесі. Хазихи узунун ва хазихи айн. Узунун деген құлақ. Айн деген көз. Бұл құлақ және де бұл көз деп тұр. Ва хазихи ятун
Уә хазихи риджіл. Бұл қол және де бұл аяқ. Міне яддун деген қол, риджіл деген аяқ. Мынау тұр ғой, иә? Міне аяқ. Келесі. Оқып жазыңдар дейді. Бірден бастайық. Бірінші. Хаза масджидун уә хазихи мадраса. Масджид деген мужской род, сондықтан хаза. Мадраса, мектеп деген женский род, сондықтан хазихи болады. Келесі. Мән хазихи. Хазихи ухту Аббас. Бұл кім дейді? Бұл Аббастың әпкесі. Келесі. Хаза дикун уә хазихи дәжәжә. Бұл әтеш және де бұл дик деген қораз, бұл қораз және де бұл тауық деп тұр. Сондықтан бұған хазихи болып тұр. Келесі. Хаза бінул мудир уә хазихи бинтул мударрис. Хаза бінул мудир деген бізде директор. Бұл директордың ұлы және де бұл мұғалімнің қызы. Бинт деген қызы, иә? Мударрис деген мұғалім. Хазихи уммун ясир. Бұл ясирдің анасы деп тұр. Айна қидырул яхм. Ішінде еті бар кружка қайда дейді. Хия фиссалляджа. Хуа фиссалляджа. Салляджа деген бізде холодильник. Міне. Еті бар кружка қайда, ол холодильниктің ішінде. Келесі. Хаза бабун уә хазихи нафиза. Бұл есік және де бұл терезе. Бабун деген есік, нафиза деген терезе. Келесі. Мына жерде мужской родтар, мына жерде соны женский родқа айналдыруымыз керек. Бірінші мысал көрсетіп қойған. Мухаммадун толиб. Аминату толиба. Толиб, толиба. Студент, ер адам, студент, қыз баласы. Келесі. Хамидун тобиб. Фатиматун тобиба болады. Келесі. Хуа муслим. Хия муслима. Әл-бабу муғляқ. Ән-нафизату муғляқа. Әл-миндилу васих. Әл-яду васиха. Келесі. Әш-шайю хар. Әл-қахуату харра болады. Әл-масджиду бағид. Әл-мадрасату бағида. Әт-толибу марид. Әт-толибату марида. Келесі. Әл-хисану сарих. Әс-сайярату сариға. Әл-қамару джамил. Әш-шамсу джамиля. Әл-абу джалис. Әл-умму джалиса. Қараңыздар, мына жерде әл-қамару джамил. Ай деген мужской родта, араб тілінде. Күн деген женский род. Сондықтан мужской родта джамил болады, женский родта джамиля болады. Келесі тапсырма. Мыналарды турлауымыз қажет, бізге қалам керек болады. Хақибату мән хаза. Бұл жерде хақибату мән хаза дегенге біз окончанияны қоюымыз қажет болады. Бұл жерде хазихи болады. Хақибату деген женский род, сондықтан мән хазихи деп жазамыз. Келесі. Әл-ғурфату мафтух. Яғни ғурфа деген туалет. Әл-ғурфату мафтуха болады. Келесі. Хаза сайярату тобиб. Сайяра деген женский род қой, сондықтан хазихи болады. Хазихи сайярату тобиб болады. Келесі. Хазихи мифтаху сайяра. Мифтах деген мужской род, сондықтан хаза болады. Хаза мифтаху сайяра. Келесі жаттығу. Мынаның қойы. Айнал бақарат. Сиыр қайда? Хуа фишшарих. Бұл жерде бақара деген бізде женский род қой, сиыр, сондықтан хия болады. Хия фишшарих болады. Келесі
мына жаттығуды орындау үшін бізге окончанияларды қою қажет болады. Хәза ли Мухаммад уә залика ли Хамид. Адамның аттарына біз инді қоямыз. Хәза ли Мухаммадин уә залика ли Хамидин болады. Келесі. Лиман хәзихи ли ясирин болады. Адамның аты ғой ясир деген. Келесі. Әлхамдулиллах болады. Мынаны өздеріңіз жасаңыздар, иә. Осымен сабақ бітті. Баршаларыңызға сәлем алейкум.